Енді кішкене ауырлау маған, өйткені анама деген әлі бір жыл болған жоқ, сағыныш өте басым. Ол және де мәңгілік қалатын сағынышта, мысалға. Ана деген ол сен қандай деңгейде болса да, қандай адам болсан да сені солай қабылдайтын жалғыз ғана бір жан, ол сенің анаң болады, мысалға. Ал әкен ол сенің асқар тауың. Мысалға, көп адамның кейде жолы болмай жүреді, бірдеңеге қолы жетпей жүреді. Соның өмірін қарасан, ата-анасының алғысын алмаған азаматтарда көбірек болады. Біз ана арқылы кез келген бала рухани байлық алады. Ана арқылы. Анасының алғысын алған, анасының батасын алған бала, ол сонда рухани бай болып өседі. Ал әкесінің алғысын алған бала, ол материалды байлық әкеден беріледі. Ал осы ананың да, әкенің де алғысын алған балада, ол өмірде де барлығы оңынан бола береді деп ойлаймын. Өйткені анамда өмірден озатын кезде бір 24 сағатта емес, одан да аз сағаттар қалған кезде бір қоштасу сияқты, қазіргі тілмен айтқандай, қазір ойлап, сонда бір не болды, анам келеді деп, балам-ау, мен саған ризамын деп, қайта-қайта мен қолымнан сүйетті, мысалға. Сонда мен ойлаймын, кез келген баланың өмірлік миссиясы ата-ананың алғысын алу. Мен енді бір миссиямды өзім орындадым деп ойлаймын анамның алдындағы. Енді менің асқар тау әкем бар, Алла сол әкеме ұзақ ғұмыр берсін деймін. Тірі адам тіршілігін жасайды. Бұл өмір болғаннан кейін ағы да, қарасы да барлығы жүреді. Бұны бір тілмен айтқанда бір кем дүние дейді. Барлығы бола берсе де болмайды, өмір қызықсыз болып кетеді. Дәулет, біз студиямызға келгенге барынша шынайы болып, ашық жарқын әңгіме айтқаныңа алғыс айтамыз. Ал дәл осы сәтте мен барша көрерменге үндеу жасағым келеді. Ата-анамызды қадірлейік. Тірісінде бағалайық. Тірісінде бағалайық. Дәл қазір ата-аналарыңыз қасыңызда болса, құшақтап, беттеріне сүйіп, мен сені жақсы көрем деп айтыңыз. Мама, мен сізді жақсы көрем, әке, мен сізді жақсы көрем. Дәл қазір ата-анасын сағынып отырған, ата-анасын жанында отырған көрерменге арнап бір ән. Қайырлы түн, құрметті көрермен.